Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Дәл осындай чүберектейдің қалай жасалу жолын көрсететін боламын. Су, сұйық май, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды салып, қамыр илейміз. Қамырымызды тындыруға қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Фарш, пияз, тұз, қара бұрыш, су құямыз. Тынған қамырымызды 9 бөлікке бөлеміз. Басында осылайша ұн салып жаямыз. Шүберекейіміздің ішіндегі ауасын шығарып, түйіп шығамыз. Қазып тұрған майымызға шүберекейімізді салып, қуырып тастаймыз.
бір жағын толығымен қуырмаймыз, келесі жағына ауыстырамыз. Өйткені чебурекімізді бір жағын толық пісіретін болсақ, ісіп шешіліп қалатын болады. Енді толығымен ауыстырып пісіріп аламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар.